Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен етсізде өте дәмді болып жасалынатын тағамның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бар жоғы осындай масалықтан өте дәмді тағам әзірлейтін боламыз. Бұл тағамды әр өңірде әр қалай атайды, ал бізде нан салма деп аталады. Ең бірінші қазанды отқа қойып, оған бір жарым ошаудай шамасында сұйық майымызды құйып, оны жақсылап қыздырып алғаннан соң үстіне пиязды салып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылғаннан соң оның үстіне картошкамызды салып, жақсылап қуырамыз. Онан соң үстіне баклажанды саламыз. Баклажанды салғаннан соң оны қатты қуырудың қажеті жоқ, себебі баклажан тез пісіп езіліп кетеді. Ары қарай оның үстіне томат, не болмаса мен сияқты икра салып, жақсылап қуырып аламыз. Онан кейін үстіне тұзымызды, өз қалауларыңыз бойынша түрлі дәмдеуштеріңізді салып, үстіне бір жарым ошаудай су құямыз. Біздің подливамыз пісіп дайын болғанша, сол аралықта біз тағамның қамырын елеп дайындап алатын боламыз. Ол үшін бір пиала суымызға бір жұмыртқамызды және тұзымызды салып, жақсылап қаттылау қылып қамыр елеп алатын боламыз. Қамырымызды қаттылау қылып елесек, қамырымыз өте әдемі, дара-дара болып шығатын болады. Міне достар, біздің қамырдың қаттылығы осындай болғаны жөн. Онан соң біз қамырымызды жайып дайындап қоямыз. Қамырдың жұқалығы осындай болғаны жақсы. Біз сол аралықта дайын болған подливамызды бөлек ыдысқа салып дайындап қоямыз. Одан соң біз қазанымызға ішін жумай-ақ, оның ішіне 3-4 ошаудай суымызды құйып қайнатып алатын боламыз. Суымызға тұз салуды ұмытпайық. Біздің суымыз қайнағанша қамырымызды осылай ұзынша етіп кесіп дайындап қоямыз. Қамырымызды осылай қаттылау қылып елесек, қамыр осындай ерекше әдемі болып, жабыспай әдемі болып шығады. Біздің суымыз қайнаған соң қамырды салып пісіріп алатын боламыз. Қамыр піскеннен соң өзі шөгетін болады. Міне біздің қамыр шөгіп пісіп дайын болды. Енді біз қамырымызды сүзіп алатын боламыз. Қамырды сүзбестен бұрын оның үстіне мұздай бір шөміш суымызды құйып аламыз. Сонда қамырымыз әдемі, жабыспай әдемі болып шығады, езілмей. Қамырымызды сүзіп алғаннан соң үстіне подливаны құйып дайындаймыз. Сонымен біздің тағам дайын. Бұл тағам өте дәмді болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Өзіме өте қатты ұнайтын тағамдардың бірі. Өте тойымды тағамдар. Егер сіздерге менің жасаған тағамым ұнаған болса, менің каналымның дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.